Өзін-өзі жұмыспен қамтушы төлемді басып шығарылған Каспий QR арқылы қалай қабылдайды? Каспий KZ қосымшасындағы жеке банк сервисін ашыңыз. Өзін-өзі жұмыспен қамтушының шоты деп өтіп, QR кодты басып шығару дегенді басыңыз. Тізімнен қызметті таңдаңыз. Ол чекте көрсетіледі. Экранда QR код пайда болады. Онда төлем жасауға арналған реквизиттер шифрланған. Оны смартфоныңызға сақтап алыңыз. Содан кейін принтерге қосылған құрылғыға жіберіңіз де басып шығарыңыз. Енді төлемді қабылдаған кезде қызмет көрсету уақытын қысқарта аласыз. Клиент Каспий KZ мобильді қосымшасында QR кодыңызды өзі сканерлейді. Соманы енгізіп, әрекетті растайды. Содан кейін ақша өзін-өзі жұмыспен қамтушы ретінде ашылған шотыңызға түседі. Каспий KZ қосымшасында сізге бұл туралы хабарлама келеді. Ал чек салық органына және клиентке автоматты түрде жіберіледі. Осылайша, өзін-өзі жұмыспен қамтушы жеңіл әрі оңай Каспий QR-ды басып шығарып, ол арқылы қызметі немесе тауары үшін төлем қабылдай алады.